Сәлем достар, сіздерге осындай өте дәмді болып шығатын шоколадты печеньелер рецептісін ұсынамын. Дәмі Орео печеньесіне ұқсас, тіпті одан да керемет дәмді болып шығады. Құрамындағы заттарының барлығы әрбір үйден табылады және өте оңай дайындалады. Ең алдымен електен өткізілген ұнға көпсытқыш, какао және қант ұнтағы немесе қантты қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Барлық құрғақ ингредиенттерді електен өткізіп қосамыз. Ортасын осылай шұңқырлау етіп, кейін жұмыртқаны саламыз. Осының үстіне ерітілген сары майымызды құйып, барлығын жақсылап қасықпенен араластырамыз. Осылай қамырымызды алдыменен қасықпенен араластырып, кейін қолымызбен біркелкі етіп қамыр илеп аламыз. Барлық қажетті ингредиенттердің мөлшерін видео соңында описание бөліміне қалдырамын, сол жерден қарасаңыздар болады. Ал біздің қамырымыз осындай болып шықты. Енді осы дайын болған печеньеміздің қамырын алдын ала пергамент қағазы төселген формамызға саламыз. Осындай кішкене бөліктерден алып, қолымызбен дөңгелетіп, бірден пергамент қағазының үстіне орналастырамыз. Енді бізге кез келген молочный шоколад қажет болады. Мен Қазақстан шоколадын қолданамын. Оны осылай ерітіп алып, бірден шоколадымызды печеньелардың үстіне осылай видеода көрсетілгендей етіп құйып шығамыз. Барлық печеньелардың үстіне осылай шоколадымызды ерітіп құямыз. Қасықпен құйсаңыздар да болады. Алдын ала пешімізді 160-180 градус аралығына қойып, қатты етіп қыздырып, шамамен 10-15 минуттай пісіреміз. Біздің печеньеларымыз пісіп, осындай өте әдемі, керемет хош иісті болып шығады. Бар болғаны санаулы бірнеше минуттар ішінде ғана осындай өте керемет дәмді жеңіл печеньеларды сіздер де өз үйлеріңізде дайындай аласыздар. Толықтай суытып, қонақтарыңызға ұсынып, тәтті шайларыңызды ішсеңіздер болады. Печеньеміздің ортасы толықтай пісіп, осындай жұмсақ, ортасының барлығы өте керемет болып шығады. Назарларыңызға рахмет, астарыңыз дәмді болсын.